Кешкі асқа макарон мен картошка қуыра бермей, арасында түрлендіріп, етін жұп-жұмсақ етіп, дәл осындай асты ұсынсаңыздар болады. Еті балғын, жұп-жұмсақ ауызда ерейтіндей етіп жасайтын боламыз. Ең бірінші табаға сұйық май құйып қыздырып, маринадталған етті саламыз. Маринадтау жолын төменге жазып қалдырамын. Жақсылап қуырып, үстінен сәбіз салып, су құйып, еті піскенше 1-1,5 сағатқа жай отқа бұқтырып қоямыз. Ал енді гарнирін дайындау үшін 5 басмати күрішін пайдаланамын. Жабыспай, шашырап пісетін күріштердің бірі. Жақсылап суға жуып алып, табаға сұйық май құйып, 2-3 минут қуырып аламыз. Одан кейін үстіне тұз және суын кішкене асырып қоясыздар. Сонымен жай отта қақпағын жауып 20 минутта осылай шашырап күшті болып піседі қыздар. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Бұқтырылған еттің үстіне полугорки болгар борщын салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің тағамыз дайын. Еті былқылдап әдем болып піседі. Осындай ыстық тағамда кениялық цейлондық байджи қара шаймен ішуді кеңес беремін. Қоспасыз, красительсіз таза шайлардың бірі. Рецептіне лайк басып, парақшам пайдалы тіркелуді ұмытпаңыз. Жақын адамдарыңызға жіберіп қойыңыздар. Айран қоспай, сүт қоспай пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге СК брендінің ананасы қажет болады. Суын бөлек ыдысқа алып аламыз. Үстінен қант салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Енді үстіне 3 жұмыртқа, жарты стакан сұйық май қосып, тағы бір араластырамыз. Електен өткізілген 2 стакан ұнды салып, 1 шай қасық разрыхлитель қосып, барлығын жақсылап араластырып, қоймалжың маста жасаймыз. Енді кез келген миске осылай құйып аламыз. 180 градуста 35 минут шамасында қып-қызыл пісіріп аламыз. Осындай ананастың суын үстінен қоссаңыз, влажный болып, құрғақ болмай әдем болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Рецептіне лайк басып, парақшам пайдалы тіркелуді де ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіз, ас болсын. Қыздар, қамыр жаюға ерініп, лаваштан орама жасай салдым. Нағыз үйден жайылған қамыр сияқты болып піседі екен. Жұп-жұқа әдем болып шықты. Ең бірінші салмасы үшін азғантай фарш, одан кейін теркадан өткізілген картоп, пияз, сонымен қоса дәмдеуіш тұз, бұрыш, сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Осымен начинкасы дайын. Барынша лаваштың қамырын алған кезде осындай жұп-жұқа түрін алыңыздар. Сол кезде үйден жайылған қамыр сияқты болады. Арасын майлап, осылай салмасын салып орап, 2-ге бөліп, листтерге орналастырдым. 45 минут пісіріп аламыз қыздар. Бетін майлауды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сіздерге рахаттанып отырып ішетін шайдың рецептін ұсынамын. Бұл жерде лимон, апельсин, имбир, нават және қара шай қосамыз. Мен кениялық цейлондық байджи қара шайын осылай пайдаланамын. 45 минуттан соң дәл осылай әдем болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Нағыз үйден жайылған жұп-жұқа орама болып шықты. Рецептіне лайк басып, парақшам пайдалы тіркеліп алыңыз. Жақыныңызбен де бөлісіп қойыңыз. Қыздар, қалып кетпей осы хит болып жатқан салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі түрі де әдем көрінеді. Ең бірінші қызылшаны суға қайнатып алып, дөңгелетіп кесіп, арасына творожный сырды жағып, бірін үстіне бірін осылай орналастырып шығамыз. Сосын 4 бөлікке бөлесіз. Қараңыздар, осымен салат дайын. Апельсиннің қабығын алып тастап, осылай бөліктерге бөліп, тарелкеге орналастырамыз. Ортасына салат жапырағы, рукколаны қойып, СК брендінің осындай маслиныйын пайдаландым. Салат жапырағын үстінен қойып шығамыз. Бөліктерге бөлдім. Одан басқа да түнетістерін табуға болады. Салат осымен дайын болды. Рецептін сақтап алып, жақыныңызбен бөлісіп қойыңыз. Ас болсын қыздар.